Бұл негізі менің волонтерлігім кішкентай кезімнен басталды ғой. Өз еркіммен әр балалар үйіне, қарттар үйіне өзім барып тұратын. Жалғыз өзім болдым, өзім бастадым. Содан кейін қасыма осы бір волонтерлік топ ашуға бір қасымдағы жолдастарым идея тастады, ой тастады. Сол кезде содан кейін президентіміз волонтерлар жылы деп жариялайтын болды. Сонымен тұспа-тұс келіп қалды да, ой, не нәрсе жасасаң да айтады ғой, өзің үшін жаса, жақсылық жасау өзің үшін, ертең мына Алла разылығы үшін деп жасаймыз. Біздің тобымызда барлығында да бір сауап алу мақсатында біреуге я болмаса алғыс хат, біреуден бірдеңе күтпейміз ешкімнен де. Бірақ та бұл қолымыздан не келеді, соны береміз халыққа. Халықтың арасында бәрі де бай емес қой. Соның ішінде мұқтаждар бар, жоқ-жоқалар бар. Солардың бір көңілдерін көтеруге, бір демеу болуға, соларға шамалы сәл де болса көмек көрсетуге бір ниетіміз бар. Соның қандай не жасасақ та біз несін күтпейміз, біз жақсылықты жасай береміз. 11 мөлтек ауданында 800 отбасы баспанасыз қалды. Соларға бір көмек қолдау болсын деп біздер осы ең алғаш естігеннен бастап төсек орындарын, киім-кешектерін апарып берген болатынбыз. Ендігі мінекей бүгін осы қыркүйек айы жақындағаннан кейін мектепке жол балаларына осындай жаңағы құралдармен, мектеп құралдарымен қамтамасыз етіп жатыр. Ал келесі мектепке даярлау деген ол жаңағы көпбалалы отбасылардың, жаңағы осындай мұқтаж жандардың балаларын мектепке даярлау сенбі күні, әр сенбі сайын қыркүйек айына дейін жалғасады. Яғни бір шақырған кезде 10 отбасыдан шақырамыз, 10 отбасының балаларын және 10 отбасының балаларына мектеп құралдарымен қамтамасыз ету. Әрі жалпы біз ойлап отырмыз, жоспар бойынша 50 отбасына қамтамасыз етеміз деп. Күшті мен алғыстан аламын. Оның барлығы халықтың алғысы. Халықтың алғысына ештеңе жетпейді. Менің әрқашанда ұстаным біреудің мұңайғанын, біреудің жабырқағанын көргенше оған жақсылық жасап, одан алғыс алғаным өте бақыт. Оның деген тек қана жай ғана алғыс айтып қоймайды, біреулер үстіңе түсіп жатады, Алла разы болсын, ата-анаң аман болсын, осындай сен сияқты ұлды тәрбиелеген деп мұндай сөзді есту мен үшін үлкен бақыт. Ол мені әрі қарай да шабыттандырады. Ол қандай істі жасасам да жақсылықты, олар ертеңге мына жастарға, басқа да адамдарға, халыққа жалпы үлгі болып қалса екен деймін. Негізі садақаның екі түрі бар, жария садақа және жасырын садақа. Соның екеуін де жасаймыз. Біздер кейбір жақсылықтарды елемей көрсетпей де жатамыз. Кейбір көрсететін негізгі, мысалға баспана болсын, басқа да сондай дүниелерді, үлкен сол жобаларды біз көрсетеміз. Осындай жақсылыққа келіңіздер, осындай жасаңыздар, бірлесейік, қайырымдылықта болайық. Не болатынын білмейміз, барлығын бірігуге шақырамын.